Сәлем, құрметті көрермендерім, оқырмандарым, мен сіздерге бүгін керемет тұлға, берілмейтін, өмірде жетістікке жеткен, тіпті адам емес па деп қаласың кейде, рухы сондай мықты. 1982 жылғы Ник туылған Австралия азаматы Ник Вуйчич туралы айтпақшымын. Ол кісіні білесіздер ме? Аяқ қолсыз туылған, екі қол, екі аяғы да жоқ. Белгісіз себептермен оның да ата-анасынан сұраған, дәрігерлерден оның себебін ешкім білмейді, солай туылған. Бұл енді құдіреттің, мүмкін Алла тағаланың бізге деген шүкірге тәубаға келіңдер дегеннен болар, кім білсін. Біз көп нәрсеге шүкіршілік етпей жатамыз, үміт етпей жатамыз. Бұл кісі жалпы жетістікке жеткен, жалпы жетістік жолында нені насихаттайды? Қазір әлемнің үлкен сахналарында мыңдаған, миллиондаған адамдарға бұл кісі қазір тренинг өткізіп, насихат айтып, жалпы адамдарды шабыттандырып, өмірге ынталандырады. Қаншама қол аяғымыз сау, жап-жас адамдар өмірден түңіліп жатамыз, өмірден баз кешіп жатамыз. Жетіспеушілік деп, жетпейді деп ақшаға, жай бір кішкентай ғана туындаған мәселе, проблемалардан біз қорқып жатамыз. Ендеше сіз бұл кісінің өмірін зерттеп көріңіз, қараңыз, ойланыңыз, ой түйіңіз. Бұл кісіні вообще осындай үлкен жетістікке жеткізген не деген кезде рух, үміт дейді, өзі айтады. Бұл кісі даже 8 жасында мен мына ұқсап жүрген кезде өлгенім артық деп ойлаған. Бірақ бұл кісінің өлмей орнынан тұруына себепкер болған нәрсе ол үміт. Үмітін оята білген, ішіндегі рухын оята білген, ата-анасы сендіре білген, сенген, сенім мен рух болған кезде адамның ішінде адам тауды да тасты да жарады екен. Бұл кісі «Жизнь без границ» деген қаншама мотивационный тренингтар жүргізген, қаншама адамдардың рухын тірілткен, ішкі мотивациясын оятқан, ішкі рухын оятқан, қазіргі таңда ең сұлу әйелі бар, 4 баласы бар, бақытты, керемет отбасында өмір сүріп жатқан, өмірге күле қарай білетін, шынайы үмітпен үміт ете білетін өте керемет жан. Сіз енді Алла сақтасын, бұл кісінің жасап жүрген істерін кейбір аяқ қолы сау адамдар жасай алмаймыз. Сондықтан шүкіршілігімізді арттырайық, Раббымызға рахметіміз айтайық, әрбір таңымызды берекелі өткізуіміз үшін Алла тағаладан шүкіршілік сұрайық. Сонымен тағы да көптеген қызықты мәліметтер, білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Және де қандай тақырыпта әңгіме айтқанымды қаласаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Жалпы өмір осындай. Өмір сүру дегеніміз үміттену. Үмітімізді ешқашан үзбейік, бәрі керемет.